Саламатсыңдар балалар. Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Балалар, сабағымызды әдеттегідей миға шабуыл әдісінен бастайық. Бүгінгі әдісте сіздермен өте өзгеше бір жұмыс жасағым келіп тұр. Қане, мына бір суретке жақсылап назар аударып қарайық. Осы суретке қарай отырып, мақал құрастырайық. Бұл суреттен қандай мақал құрастыруға болады? Жарайсыңдар балалар. 100 теңгең болғанша, 100 достың болсын дейді. Тамаша. Ал енді келесі суретке қарайық. Қандай мақал құрастыруға болады? Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі. Ал енді келесі суретке назар аударып қарайық. Бұл сурет арқылы қандай мақал құрастыруға болады? Жарайсыңдар. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Балалар, ал енді мен сендермен не қажет деген ойынды ойнағым келіп тұр. Осы ойынды ойнай отырып, біз өткен сабақты бекітіп, пысықтап, жаңа сабақтың тақырыбын ашамыз. Ал кеттік. Бірінші сөйлемге назар аударып қарайық. Сөйлемдерді оқи отырып, түсіп қалған буынын тауып алайық. Қане, балалар серуен шықты. Қалай? Балалар серуенге шықты. Өте жақсы. Сонда бізде қандай буындар түсіп қалған екен? Е деген буын және Т деген буын түсіп қалған екен. Ал енді серуенге деген сөздің түбірі қалай болады? Серуен. Өте жақсы. Е деген ол бізде қосымша. Шықты деген сөзді түбірі шық. Т деген ол бізде қосымша. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Ал енді келесі сөйлемге назар аударайық. Олар орман іші кел. Олар орманның ішіне келді. Олар тамаша. Орманның, өте жақсы, ның ішіне келді. Жарайсыңдар балалар. Келді болады. Тамаша. Ал енді балалар, орманның деген сөздің түбірі қалай болады? Түбірі орман. Ал ның деген бізде қосымша. Ішіне деген сөздің түбірі іші, не деген ол қосымша. Келді деген сөздің түбірі келді деген ол бізде қосымша. Жарайсыңдар балалар. Есімізге түсірдік бе? Балалар өткен сабақта біз айтқан болатынбыз. Түбір сөзді шеңбердің жартысымен белгілейміз деп, солай ма? Жарайсыңдар. Келесі сөйлемге назар аударайық. Биік өскен ағаш көр. Биік өскен ағаштарды көрді, немесе ағашты көрді деп айтуға болады, солай ма? Біз ағаштарды көрді деп жазайықшы. Ағаштар, ағаштар. Ағаштарды көрді деп жазайық. Жарайсыздар балалар. Ал енді осы ағаштарды деген сөздің түбірін табайық. Түбірі ағаш. Тарды деген ол бізде қосымша. Жарайсыңдар. Келесі көрді деген сөздің түбірі көр. Өте жақсы. Д деген ол бізде қосымша. Өте жақсы. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Балалар, менің ойымша сендер өткен сабақты жақсы меңгеріп, түсініп алдыңдар деген ойдамын. Яғни өткен сабақта біз түбір мен қосымша жайлы өткен болатын, солай ма? Жарайсыңдар. Олай болса,
Балалар, бүгінгі сабағымыздың да тақырыбы түбір мен қосымша деп аталады. Яғни, өткен сабақты біз әрі қарай жалғастырамыз. Алдымен түбір деген не? Тағы да тоқталып өтейік. Түбір дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін мағынасы бар бөлігін түбір дейді екен. Өте жақсы. Есімізде сақтап алайық. Балалар, қосымша жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Қосымша жазғанда кейбір түбір сөздің жазылуы өзгереді екен. Яғни, мысалы, доп. Доп деген түбір сөзге қосымшасы қосылғанда, яғни добы болып өзгереді. Ал келесі күрек. Күрек деген сөзге г деген қосымша жалғанғанда, яғни к дыбысы г болып ауысып өзгеріп кетеді. Яғни сөзіміз өзгереді. Күрегі. Сол сияқты сеп. Себу болып өзгеріп кетеді. Тағу болып өзгеріп кетеді. Яғни тағы да есімізге сақтап алайық. Қосымша жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Оны есімізде сақтап қалайық. Балалар, осы түбір мен қосымшаға байланысты жаттығу жұмыстарын жасаймыз. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Жаздық па? Олай болса, сөздерді оқып, түбірі мен қосымшасын ажыратып, дәптерімізге көркем, әдемі етіп жазамыз. Басталып. Бірінші сөзді оқиық. Шаңға. Шаңғы деген сөздің түбірі шаң. Өте жақсы. Ғы деген ол қосымша. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Келесі сөзді оқиық. Келесі сөз балықшы. Түбірі қалай? Түбірі балық. Шы деген қосымша. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Қалғанын енді өздеріңіз тауып жазамыз. Жаздық па? Менің ойымша сіздер дұрыс жаздыңдар. Яғни сөздерді әдемі көркем етіп жазып, түбірі мен қосымшасын дұрыс ажыраттыңдар деп ойлаймын. Ал енді, балалар, келесі мына тапсырмаға назар аударайық. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып, мәтінді көшіріп жазыңдар дейді. Ал енді оқимыз. Оқып болған соң, түсіп қалған қосымшаларды тауып алып, түбірінен ажыратып көрсетеміз. Келістік пе? Ал олай болса, сізге сәт мәтінді көркем жазамыз. Бірінші сөйлемді оқиық. Мектеп, шахмат, үйірме бар. Бірінші сөздің қосымшасы, түсіп қалған қосымшасы қалай болады? Өте жақсы. Мектепте, шахмат, үйірме, өте жақсы. Бар. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді мектепке деген сөздің түбірі мектеп. Те деген ол бізде өте жақсы қосымша екен. Келесі, үйірмесі деген сөздің түбірі үйірме. С деген қосымша. Жарайсыңдар, балалар. Келесі сөйлемге назар аударайық. Біз сол үйірме қатысамыз. Қандай қосымша түсіп қалған екен? Өте жақсы. Біз сол үйірме яғни деген қосымша
түсіп қалған екен. Біз сол үйірмеге қатысамыз. Өте жақсы. Ал енді осы үйірмеге деген сөздің түбірі үйірме. Өте жақсы. Қосымшасы е. Атын сызып қояйық. Ал енді қалғанын өздерің орындаңдар. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендер дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Әдемі, көркем жаздыңдар деген ойдамын. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Балалар, ал енді сабағымызды мына бір балапандармен бекітейік. Қане балалар, балапандардың аяқтарында қосымшалар жазылған. Ал біз мынау бала деген түбір сөзбен қане қосымша сөз қосып бір сөз шығарайық. Қане қандай қосымшаны қосуға болады? Өте жақсы. Бала қан. Бала қан деген сөз шығардық, дұрыс па? Келесі бала ша. Өте жақсы. Балаша деген сөз құрастырдық. Келесі тағы да балалық. Лық деген қосымшаны қоса отырып, балалық деген сөз шығардық. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Менің ойымша сендер бүгінгі сабақты да жақсы меңгердіңдер деген ойдамын балалар. Тамаша. Жарайсыңдар. Олай болса балалар, үйге тапсырма жазып қояйық. Оқулығымыздың 23-ші бетіндегі 50-ші жаттығуды орындаймыз. Жазып алайық. Жаздық па? Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Экранымызда әдемі боп данышпан үкілер отыр екен. Сол данышпан үкілерді белгілейік. Ай оқушы, мен өте жақсы меңгердім, сабақты жақсы түсіндім деген оқушы жасыл тақия киген үкіні белгілейміз. Мен түсінбедім деген оқушы бар болса, қызыл тақия киген үкіні белгілейміз. Ал әлі де ізденуім керек деген оқушы болса, көк тақия киген үкіні белгілейміз. Қане? Менің ойымша, сіздер барлықтарыңызда сабақты жақсы меңгердіңдер деген ойдамын да, барлығыңызда жасыл тақия киген үкіні белгілейсіздер деген ойдамын. Олай болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.